Қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш, қалайсыздар? Қай уақытта көріп отырғаныңызды білмеймін. Тегін ашық конкурс сабағына қош келдіңіз. Бұл сабақта біз қазір ашық конкурстың полностью нелерін барлығын талқылайтын боламыз. Енді қараңыздар. Жалпы ашық конкурс дегеніміз не? Неге ашық конкурспен айналысуымыз керек? Неге оған ауысу керек? Себебі қазіргі таңда егер де сіз тендермен айналысып жүрген болсаңыз, уже мен айттым, бұл ашық конкурс уже действующий тендершілерге арналған. Новичоктарға или там 2 ай болғандарға емес, уже тендерда қатысып, товаркадан, работадан, уже ЗЦП-дан бірнеше жылдық немесе бірнеше айлық тәжірибесі бар, уже сондай адамдарға открыт конкурсты үйренуге болады. Яғни тендермен айналысып жүрсеңіз, көзіңіз жеткен шығар деп ойлаймын. Уже ЗЦП-да пайда аз, конкурент өте көп және баға өте төмен. Неліктен бұл ЗЦП-да конкурент көп? За то, что оңай болған үшін деп те айта алмаймын. Я, оңай болған үшін конкурент көп. Но ең басты нәрсе, Қазақстанда үйрететін тендер эксперттердің 80%, даже 90% тек қана осы ЗЦП-ны үйретеді. Открыт конкурс үшін үйретпейді. Себебі онымен даже мықты тендер эксперттердің өздері де открыт конкурспен айналыспайды. Санаулы ғана эксперттер открыт конкурспен айналысады және үйретеді және серіктес болады. Біз өзіміз де открыткамен айналысамыз, открыт конкурспен, және көзіміз жетті, пайданың барлығы открыт конкурста екенін. Қазір сіздерге по факту барлығын дәлелдейтін боламын. Енді кеттік. ЗЦП бұл только для новичков, опыт алу үшін ғана. Мысалға мен тендердегі уровень болады ғой, мысалы ойынның уровені болады, левел дейді мысалға, дұрыс па? Мен ЗЦП товарды, мысалы запрос прием ценовых товарды, мен бүйтіп айтамын. Бакалавр деп айтады мен. Университеттегі бакалавр, бірінші курс, иә. Товарды меңгергеннен кейін работаға ауысасың, оны мен магистратура деп айтамын. Магистратура. Ал открыт конкурсты мен высший ол докторантура, уже профессорский ғой, короче. Мен докторантура деп айтар едім. Вот, адам бірінші докторантураға түсу үшін бакалаврды бітіру керек, потом магистратураға түседі, сосын барып докторантураға түседі. Бакалаврдан докторантураға ауыса алмайсың никогда. Сондықтан да ең алдымен осы этаптан өтіп алу керек, сосын осы этапқа келуге болады. Даже ЗЦП-ның товарын бакалаврын бітіріп те, енді ашық конкурстың товарына өте беруге болады. Дальше. Бәріміздің әйтеуір бір таныстарымыз, туысқандарымыз бір жағдай доп болып кеткен ағашқалар неміз бар. Бәрімізде бар. Танысымыз бар, ағамыз бар, туысқанымыз бар, класстасымыз бар, анауымыз бар. Тендермен айналысады, там жол салады дейді, дом салады дейді, ағаш егеді дейді, бірдеңе дейді. Негізі солар жағдайлар айналып кеткен. 2 этаж үйі бар, 4-5 машинасы бар деп айтады ғой енді. Айтасыздар ғой. Тойда сүйда төрде отырады мысалға. Вот, сол кісілердің барлығы ашық конкурспен айналысады ғой. Бәрі ашық конкурс. Сұрасаңыздаршы, бар, сіздер қандай тендер ашық конкурс па десең, я деп айтады. Запрос ценовых па десең, не ол деп айтады. Я, ол пайда жоқ қой, біледі, бірақ пайда жоқ. Ал ашық конкурстың ең басты ерекшелігінің бірі, бұл жерде конкуренция аз, өте аз. Қазір мен сіздерге дәлелдеп көрсетемін. Яқта біткен открыт конкурстарды дәлелдеп көрсетемін. Шок боласыздар сол кезде. Енді неге аз? Вопрос, неге аз? Бағанағыдай эксперттер көбісі үйретпейді дедім, өздері айналыспайды. И не үшін көбісі өздері айналыспайды деген вопрос туындайтын болса, себебі ашық конкурсқа қатысу және оны ұту және документациясы өте қиын. Көбісі бастарының ауырғысы келмейді да, сондықтан ЗЦП-да аз маржаға көніп жүре береді. Открыт конкурс оңай емес. Конкурент аз болуының бірден бір себебі сол. Документ көп тіркейсің. Қатысу үшін, әшейін сен қатысу үшін 1040 документ жинайсың. Оны тіркейсің. Оны біреу дұрыс емес болса, өтпей қалуың әбден мүмкін. Давайте, go практика дей ма? Кеттік, қазір мен сіздерге көрсетемін. Так, мына бір жерде акт өткізгенбіз. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Неге бұяқта конкуренция аз екен? Жалпы открыт конкурсты қалай іздейміз порталда? Соны бір көрсетіп жіберейін. Статус, опубликовано және опубликован прием заявокқа екіге алып қоясыздар. Сосын место поставки жазбасаңыз болады, білесіз оны. Ары қарай способ закупкаға открыт конкурс дейсіз. Мына жақта там работа, услуга таңдай бересіз деген сияқты. И найдиді басасыз. Открыт конкурста байқасаңыздар, негізі көбінесе үлкен суммалардың барлығы открыт конкурста шығады. 53 миллион, 66 миллион, 30 миллион деген сияқты. Но сіз новичок открыт конкурсты енді үйренетін адам болсаңыз, бірденен 3 миллион, 50 миллиондыққа кірудің қажеті жоқ. Қанша жерде ақша көп болса да. 1 миллионға дейін де, 1 миллион теңгелік де открыт конкурстың тендерлары бар. Мысалы, мына жаққа сумма закупкаға сіз 1 миллион десеңіз, найти десеңіз, міне, бұлар да открыт конкурспен шығады. Мыналардың да открыт конкурспен ойнасаңыз болады. Сондай аз-аздан бастап тәжірибе жинайсыз. Енді открыт конкурсқа ерекшелігін көрсетейін, мысалы, қараңыздар. Мусорный площадок села сумма 8 миллион ба? Обычный мусорный площадок. Мусорный бактар істеуді. Кірдім, кіреміз. Уже басқаша, байқадыңыздар ма? Уже басқаша. Открыт конкурс порталға почти бітуінен 10 күн бұрын заранее шығады. 10 күн, даже 12 күн бұрын. Открыт конкурсқа дайындалып үлгересіздер. Ал
зцп 3 күн шығады. Үлкен работа объемдары дайындалып үлгермейсіздер. Ал открыт конкурстың жақсы жері міне срок начала обсуждения 16 май шығады. Енді бүгін шығады да полный предварительный срок окончания прием заявок 27-сі. 10 күн тұрады. Неге 10 күн беріп отыр? Потому что бұяқта документ көп қой. Сол документті жинап үлгерсін деген мақсатта 10 күн береді. Ол документтер қазір қақта тұратынын көрсетемін. Қараңыздар. 18 миллион, как обычно, иә. Документацияны бастаған кезде уже бірден ерекшелік байқалады. Көрдіңіздер ма? ЗЦП-да қандай? ЗЦП-да текст и обеспечение деп тұрады, 2 кнопка тұрады деп перейти дейтін былай. Ал уже открыт конкурста басқаша. Енді мынаның барлығы көп қорқыныш болып көрінуі мүмкін. Бұның ішінде керек екеуі. Бізге мынау приложение 7 квалификационный требования керек, және де приложение 15 текст-спес. Кәдімгі текст-спес, яғни күнделікті текст-спес қой, товардың текст-спесі, сметасы деген сияқты. Ішіне кіресің. Қазір басамыз. Достақтың арасынан қататын әдеті бар. Кіреміз. Мынаяқта там смета анау-мынау тұрады, локальный смета. Бұл сметадан қарап өздеріңіз білесіздер, нені есептесеңіздер болады жаңағы. Кіріс шығысты анау-мынау. Ал бізге ең басты керегі бұл смета немесе текст-спес тұрады товар болса, бұл работа. Бізге ең маңызды жаңағы документация қиын деп айтып жатқан бұл мынау приложение 7. Квалификационные требования, предъявление к потенциальному поставщику дейді. Яғни квал талаптар, требование талап. Значит, натынеге қатысуға арнайы талаптар бар. Сол талаптарға сен сәйкес болсаң, және сол талаптар сұраған документті сен өткізе алсаң ғана бұл тендерге қатыса аласың деп тұр ғой. Шарт қойып тұр ғой. Қазір оны ашамыз міне. Приложение 7. Перейти дейсің да. Міне appendix деген документ тұрады. Осы ең басты документ осы. Осының ішінде бізге жазылады. Так, міне работа услуга тендер болса, мен орысшасына қояйын. Ішінде мысалға мынандай квалификационный требование деген. Мына жақта біріншісінде разрешение на выполнение работы. Разрешение дегеніміз бұл жерде лицензия. Лицензия сұрап тұрма. ТО-ға, ТО-ның лицензиясы болады ғой енді. СМР-ға там, бірінші, екінші, үшінші. Ал мына жер пустой болып тұрса, онда разрешение сұрап тұрған жоқ, яғни лицензия сұрап тұрған жоқ деген сөз. Бұл этап ладно. Көбісінде пустой тұрады. Ең бастысы мына екеуі ғой міне. Материальный ресурс және де трудовой ресурс. Материальный ресурс дегеніміз не? Материальный ресурс дегеніміз осы жұмысты орындауға, осы жұмысты жасауға керекті инструменттер мен керекті техникалар, машиналардың тізімі. Мысалға, наименование материальный ресурс. Подъемник гидравлический высотой подъема 12-де 5. Бір штук керек. Мына техника керек. Мына техника сенде болу керек, немесе сенде арендованный болу керек. Қандай техника екен? Google ақтырдым, қазір көреміз. Дальше пока Google шыға. Бульдозер, рыхлитель, гусеничный ходу дейді. Өте редкий техника. Мысалға, міне техника характеристикасы жазып қойған. Нешеу керек? Біреу керек. Компрессор, вибратор, выпрямитель, шлифовальный угловой дейді. Міне, көрдіңіздер ма? Қараңыздар, жаңағы подъемниктің картинкасы басам. Бұл нені білдіреді? Осы жұмысты орындауға осы техника сенде өзіңде болу керек, немесе арендованный болу керек. Арендаға алып сенде болады. Міне қараңыздар. 14 техника сұраған. Аппарат для газовой сварки, автомобиль бортовой, установка постоянный ток, погрузчиктер, станок, кран мысалға. Гидравлический картинкасын басса, міне осы сұрап. Подъемник қой, көтеретін гидравликалық подъемник. Төбеге көтеріп, мынау істейсің, жұмыстар істейсің, төбеде орнатылған жұмыстарды. Көрдіңіздер ма? Әрқайсысынан бір-біреуден керек. Мінекей. Жұмысқа керекті инструменттер мен жұмысқа керекті машина, инструмент, техникалардың тізімі. Мына техниканың бәрін сен әрбір техниканың техпаспорттың және договор арендайдың шаблонын сен мына жаққа ілмесең, бұл тендерге сен қатыса алмайсың. Қайталап айтамын. Мына жақта әрбір техниканың техпаспорты және сонша по-любому арендаға аласың ғой. Сол договор арендай болмаса, сенде мынаға ілмесең, прикрепить етпесең, қатысу барысында бұл тендерден сен қатыса алмайсың. Әрбір техника. Қанша техника сұрап тұр. Енді трудовой ресурс. Трудовой ресурс деген қараңыздар. Водитель на грузовой автомобиль біреу деп тұр. Енді мынаның бәрін айдайтын бір водитель керек болып тұр. Грузовой автомобиль. Мынаның бәрін кезекпен бір водитель айдай береді. Осы водительдің удостоверениесі, правасы алда арты керек. Түсіндіре алдым ба? Және работник керек. Работники деген разнорабочий ғой. Екі штук оған ешқандай документ керек жоқ. Оған любой адамды тіркей берген. Мен тіркесеңіздер болады разнорабочий. Мен удостоверен болсам болды. Сосын механизатор керек. Екі адам. Міне, мына жұмысқа керекті материалдар, яғни жұмысқа керекті техникалар мен инструменттердің тізімі. Ал мынау трудовой ресурс дегеніміз жұмысқа керекті мамандардың тізімі. Мына мамандар. Енді мысалы басқа тендерді ашып көрсетейін сіздерге. Текущее здание 53 миллион дейді. Давайте документациясын ашайық. Квал требованиясы перейти. Мына аппендиксін ашамыз. Мына қараңыздар, қанша нәрсе сұрап тұр. Енді еңбек ресурсы атауына 0. Трудовой ресурсқа бияқа бермепті.
тек қана материальный ресурс беріп қойған, мына техниканың барлығы сенде арендованный немесе жаңағыдай не болу керек, собственный болу керек. Ал жаңағыдай егер трудовой ресурста мамандықтар, инженер, повар, там, электрик дейтін болса, солардың дипломы, трудовой книжкасы, пенсионный выпискасы, трудовой договор между сами, жаңағыдай прописка, кейбір аппендикстер болады, кейбір требованиялар болады, мысалы материальный ресурс үшін бүйтіп жазып қояды, подъемникінің бәрін жазып қояды, қасына жақша жазып қояды, территориальный местности деп қояды. Он должен быть зарегистрирован территориальный местности, яғни тендер қай облысқа жарияланған, мысалы Шетский район болса, Маңғыстау облысы ма, и мына жаққа жазып қояды да, Маңғыстау облысының территориальности тіркелген болу керек десе, ана техникалардың бәрі Маңғыстау облысына тіркелген болу керек қой. Требование сондай да. Сен Маңғыстау облысының тендеріне қатысып, яқта облысқа тіркелген деген талап жазылып тұрады, өзі көрініп тұрады. Шымкент, Түркістан облысы техникасы тіркеп жүрсең, сен автоматически ұшасың. Отелге қатыса алмайсың. То же самое трудовой ресурсқа да жазып қояды. Водитель, работник, механизатор должен тоже территориальная местность должен зарегистрировать. Яғни механизаторыңда, водителіңде сол Маңғыстау облысының тұрғыны, пропискасы сияқты болу керек қой. А олар болмаса, сен ол тендерге қатыса алмайсың, отклонениеға кетесің. Сондай заңды қатаң қылып қойған мысалға. Және мына жақта мысалға аппарат для газовой сварки и резки дейді да. Аппарат деген бұл жерде техника болып тұрған жоқ. Аппарат бұл жерде как инструмент тұр. Инструментті тіркеу үшін справка собственности. Сен инструмент, аппарат сварка өзіңдікі екенін дәлелдейтін құжаттарды ілу керексің. Бірақ ол үшін не обязательно сен барып аппарат нені сатып алуға қажет жоқ, оны арендаға аламайсың. Аппарат, инструмент, газонокосилка деген нәрселер болатын болса, шуруповерт дейтін инструменттер жазады материальный ресурсқа ше. Солар нағыз сенікі екенін дәлелдейсің. Мысалы, мына мишка базардан ала салдым, маған қандай чек-пек берген жоқ, мына мишка менікі екеніне дәлел жоқ та. Сол сияқты инструменттер жазылып тұр ма, ол нағыз сенікі екенін 100% дәлелдейтін құжаттар, накладной, АВР соларды ілу керексің негізінде. Енді сіздерге мен жаңағыдай завершенияларын көрсетейін. Конкуренция санын, иә? Қаншадан қатысқан? Қараңыздар. Так, мына завершено дейін. Найти деп басамыз. Завершено. Кетіп қойған. Мына қараңыздар. 14 миллион крем бір-ақ адам қатысқан. Өзі бір жеңген. Так, мақұл. 6 миллион көрейік. Ешкім қатыспаған. Что-то 20 миллион. 124 миллионға кетпей-ақ қойын енді. Міне бір-ақ адам қатысқан. Еще ішінде қаншама лоттар бар. Мысалға. Дальше. 6 миллион. Средний ремонт улицы. Вообще адам қатыспаған. Дальше. Тағы да 6 миллион. Текущий ремонтқа. Міне бір-ақ адам қатысқан. Вот конкурент қалай кетіп жатыр. Міне 32 миллион. Средний ремонт улицы. Вообще ешкім қатыспаған. Текущий ремонт здания 6 миллион. 4-ақ адам қатысқан. Өздеріңізде мен сияқты ашып көріңіздер. Көрдіңіздер ме? Конкуренция бұл жерде мүлдем аз открыт конкурста. Сондықтан да қазірден бастап открыт конкурсқа ауысу керек, открыт конкурсты үйрену керек. Ал енді мен бұл товарка несін көрсеттім ғой, работасын көрсеттім ғой. Товаркасында ешқандай квал требования көбісі сұрамайды. Мен товаркаға қатыспаймын негізінде, ше жақта пайда жоқ та, қойды открыт конкурсында да. Қызық емес мен үшін. Былай өзім қатты айналыспағаннан кейін оны бүйтіп айтқым келмейді да, құлақ қағыс ретінде айтып кетейін, ақпарат ретінде. Товаркада ешқандай анау не жоқ. Ол жерде просто товардың сертификатын, гарантинкасын, қай елден шыққан, қай жылы шыққан, қай елде адресінде шыққан, толық характеристикасын, сондай гарантиясын, жаңағыдай срок годностьін бәрін жазып толтырып барып қатысасың. Товаркада сондай. Ана жақта товарканы ашып қарасаңыздар болады. Енді яғни работа услуга болса, инструменттер, техникалар, жұмысты жасайтын мамандар, солардың барлығын документациясын іздеп, тауып тіркеу керексің. Іздейсің, ол дайын тұрған жоқ, кәдімгі іздейсің, зерттейсіңдер. Енді жинап тіркеген документтердің біреу қате болса болды, отклонение болады да, яғни бұл тендерден сен шектелесің. Сол үшін бүкіл документтер бағана, әр техниканың договор аренды, әрбір техниканың техпаспорты, әр водитель, 4 водитель сұраған ба, 4 водительдің правасы, алды арты, трудостак, алды арты, механизатор ма, корочкасы, разряды, диплом СВОЗа, опыт работы, трудовой книжка, трудовой договор, трудовой ресурс, полный бәрі дұрыс болу керек. Бір шеттен қате ма, ұшасың. Ана еңбегің бәрі зая кетеді. Сен ана документтерді көп жерде ақшаға жасатасың ғой, мысалы. Техниканы арендованный аласың, дұрыс па? Документ үшін сен ақша төлейсің, 5 мың теңге, бәрі ақша ғой. Ол расходқа кетпеу керек та. Сол үшін дұрыс жинау білу керексің. Енді тағы бір ерекшелігі открытый конкурстың ше, бұл жерде жеңімпазды мүлдем басқаша анықтайды. Бұл жеңімпазды анықтаудың жолы КРБС деп айтылады. КРБС, яғни расшифровкасы конкурсный рейтинговая бальная система. Балмен шешеді. Кім көп бал жинайды, бұл жерде сол ұтып кетеді. Қыс сыны, күз ару деген байқауда ғой. Кім көп очко жинаса, сол ұтып кетеді ғой. Мына да тура сондай. По бальным системам негізінде бұл жерде решать етеді. Енді қараңыздар, қалай? Мысалыға
Пун деген не бар, значение бар. Пун дегеніміз ол показатель уплаченных налог. Сенің осы уақытқа дейін төлеген налогың арттағы 3 жылдық, яғни 2024 есептемейді, 23, 22, 21. Сол жылдардағы налогың қалай төленген, уақытылы төленген ба, соған саған мысалы балл береді да. 3 балл, 4 балл береді мысалы. Потом опыт работы. Опыт работаға да 1-2 балл береді. Потом местность. Местность дегеніміз қалай? Мысалы, сенің компанияң Түркістан облысына тіркелген болса, сен Түркістан облысының открыт конкурсына қатысатын болсаң, сен біз облысына қатысқан үшін саған 2 балл береді. Ал Түркістан облысына тіркелген болып тұрып, сен Маңғыстау облысына қатыссаң 0 балл аласың. Просто ақыр соңында кімнің баллы көп болады, соның жеңуге деген ықтималдылығы жоғары болады да. Мысалға мен бір любой біткенін көрсейінші. 4 адам ба, міне протокол өдейді. Посмотреть протокол. Я орысшасын ашамын. Міне қараңыздар, бұл жерде документті дұрыс толтырмаған. Қараңыздар, протокол итог. Мыналар комиссия мүшелері, состав конкурс комиссия. Бұяқта сенің документтеріңді комиссиялар зерттейді. 4 комиссия отыр. Ведущийлар. Так, информация в заявках на участие конкурса. 4 компания қатысқан. Строй, Батыс, Венотта. Қараңыздар. ТО, міне. ТО Ерай құрылыс документтері дұрыс допущен. ТО Батыс құрылыс документтері дұрыс допущен. ТО Венетстрой документтері дұрыс емес, отклонен. Документ дұрыс емес. Себебі автоматически отклонено веб-порталом отсутствует 1 единица начальника участка прораба, 3 единицы разработчиков строителей, указан коллекционный требования. Міне, квал требованияда 3 разработчикті тіркемеген, және 1 прорабты тіркемегені үшін ТО Венетстрой ұшып кетті. Так, тағы да ТО Туранстрой стандарт ұшып кетті. 1 единица начальник прораб, 3 единица разработчик. Таппаған ғой разработчик мен разработчик табу фигня ғой, прораб таппаған ғой. Сол себеппен налар ұшып кетті. Болды, бұл тендерге қатыспады олар, отклонение. Пока достас. Ал мына екеуі өтті. Енді победительді өткендердің арасын анықтайды ғой енді. Енді төменге түсеміз, міне. Отклоненные заявки мына екеуі, допущенные заявки Ерай мен Батыс. Енді так, опыт работы за последние 10 лет. Опыт работыға ТО Ерай құрылысқа 4-4 балл берген екен. Және Ерай құрылыс деген бізде допущен болған міне мынау. Және жаңа пун бар ғой, показатель уплаченный налогқа, налог жақсы төленген екен, оған 3% берген екен. 3%, яғни 3 балл. Так, ТО Батыс құрылыс, опыт работы жоқ 0, және уплаченный налогқа 0,2 балл берген екен. Итог балл бойынша, общая условная скидка, яғни итог бойынша, так, Ерсай құрылыста 9-4 балл, кімде Батыс құрылыста 0,2 балл, ал Венетстройда 1,2 за опыт работы, қалғандары 0,0. Мынау ғой, нахождение потенциальной территориальной единицы деген, өз облысына қатыссаң балл береді дедім ғой. Міне мынау өз облысына қатысқан ТО Ерай құрылыс өз облысына қатысқан үшін 2 балл алғанда, общий бұнікі 9-4 балл болған. Мынанікі 0,2, 0,2. Бірақ есепте мына екеуін есептемейді, просто бізге көрсетіп қойып жатыр да, мына екеуін ғана есептейді. Енді қазір қарайық. Наименование потенциального поставщика. Тендерге бөлінген сумма 61 миллион, қанша? 6 миллион 199 мың 375. 6 миллион 199 мың 375. Цена поставщика ТО Ерай құрылыс 5 миллион 100 мың берген. ТО Батыс құрылыс 4 миллион 900 мың берген. ЗЦП-да мынандай бағалар тұрса, кім ұтып кететін еді? Мынау 495 мың ұтып кету керек еді. Мына екеуі отклонение болды, мына екеуін уже есептемесем де болады. Мына екеуіне қатысып тұр ғой, мына екеуі қатысып. Мынау ұту керек еді ЗЦП-да. Дұрыс па? Кім? Ал открыт конкурста победитель басқаша анықтайды дедім ғой. Вот, условный скидка деген міне. Размер условный скидки дейді. Жаңа мына кімдікі Ерай 9-4 болды ма міне? 9-4 болды. Кімдікі 0,2. Енді бұл жерде бітеді міне. 5 миллион 100 мыңнан минус 9,4%. Мен қазір көрсетейін. Қазір мен калькулятормен сіздерге шағып көрсетемін. Калькуляторда шықпай қалды. Так, қараңыздар, міне бұл жерде бітеді. 5 миллион 100 мыңнан минус 9,4%. Міне, цена с учетом условной скидка 4 миллион 620 мың 600 теңге. Енді Батыс құрылысыкіде 4 миллион 959 мың ғой, одан алып тастайды 0,2%-ды 4 миллион 949 мың теңге шықты. Енді кімдікі аз мына екеуінің арасында? Әрине, Ерсай құрылыстікі аз. 4-6 ма? Значит, кім ұтады? Ерсай құрылыс ұтып кетеді. Тура осы жерде болды. Тура осы жерде Ерсай құрылыс. Мысал қараңыздар міне. 5 миллион 100 мың минус 5 миллион 100 болды. Минус 9-да 4 болды ма жаңа?
қанша болды? Біз минус 9-да 4 пайыз. 4.620.000 болды. Міне 4.620.600 теңге. Мына екеуінің арасында кім төмен беріп отыр? Міне мынау. ТО Ерсай құрылыс 4.620.000. Мынау ұтты. Міне қараңыз. Төменде определить победителя ТО Ерсай құрылыс. Бірақ ол мына бағамен ұтқанмен договорды мына суммамен заключать етеді. Просто КРБС дегеніміз жеңімпазды анықтау үшін арналған алгоритм. Омен тұртта сенің бағаңды 4-те 6-ға түсір жеріп, сен тендерді 4-те 6-ға договорға отырмайсың. Міне ұтқан бағаңмен договорға отырып, осы ақшаңды аласың. Просто мынау жеңімпазды анықтау үшін арналған такой формула ғой. И мынаның скидкасы көп болған үшін 4-те 6 беріп, мынау ұтып кетті. Енді ашық конкурстың не екенін, ережелерін, почем қандай екенін түсіндіре алдым деп ойлаймын. Қалай екен, оңай емес қатысуда. Сондықтан бұл жерде конкуренция да аз. Ал енді ашық конкурстан документациядан өту үшін документтерді дұрыс жинау керек. Дұрыс жинау үшін қайдан жинауды білу үшін, қайдан жинасам болады, қалай жинасам болады, қандай дұрыс, қайсысы өтеді, қайсысы өтпейді білу үшін мына бас ауыртып қажет емес. Қиналып, менікі емес екен деп задний печать етудің қажет жоқ. Бір ғана варианты. Осы уақытқа дейін бұл темамен басы ауырып, іздеп, документтерді жинап, конкурстарға қатысып, олардан өте алмай құлап, қайтадан дұрыстап қатысып, шығындалып, кәсекқа кіріп, қиналған адамның опытын азғантай ғана ақшаға сатып ала салған әлдеқайда тиімді. Не айтып тұрғанымды түсінуіңіз деп ойлаймын. Яғни, менде арнайы, дайын, ашық конкурс бойынша практически дайын қадам-қадаммен, шаг за шагым, жалпақ тілде соқырға таяқ ұстатқандай, тайға таңба басқандай еткен по факту видеолар дайын тұр. Қандай документ өтеді, қандай документ өтпейді, қаяқтан іздесек болады, қалай оңай табамыз. Ал егер сіз өз бетіңізше іздеп нететін болсаңыз, қайсысы өтеді, қайсысы білмейсіз ғой. Әр документ сатып аласыз ғой. Шығындаласыз, кәсекқа кіресіз. Кім сияқты? Тура мен сияқты. Біз осы уақытқа дейін 1000 документ өткіздік. Бізде списокта 1000 түрлі документ бар. Бәрін өткіземіз, артқа не кетіп қалады, зая кетеді, оны есептейсің, ақшаң кетеді. Соның бәрі қиналып, мына жақта опыт барып жеткілікті. Мен соны сіздерге просто так қолжетімді бағада мә деп бере саламын. Енді документтердің барлығын береді деп ойлап қалмаңыздар. Документті қалай қай жерден арзан іздеуге болады, және қай жерден почти тегін алуға болады, және қай документ дұрыс өтеді, өтпейді, заң қандай, қай жерден алуға болады. Соның барлығын толыққанды мына сабақта, дайын видео сабақ тура осылай, міне мен көріп отырсыз ба қазір, тура осылай дайын видео сабақ пошагово түсіріп қойған. Соны көресіз да, бірге бір ноутбуктан, телефоннан қосып қойып, ноутбуктан қайталайсыз, бұл тендер ұрасыз, жақсы маржаға шығасыз. Түсінбеген жерлеріңізді менен сұрап отыра берсеңіз болады. Енді бұл сабақта ашық конкурс обучение, открыт конкурсқа кіріспе, 2025 жылда открыт конкурстың ережелері, открыт конкурсқа разбор, квал требования бағанағы, трудовой ресурс, материальный ресурс, КРБС, условная скидка, заявка беру және обжалование жазу, соның барлығы ана сабақта дайын тұр. Алда, көрді, жаса, қайталай все. Заявка беруге біз анау документтердің барлығы қай кезде тіркейміз дедім? Заявка беретін кезде тіркейміз. Соны қалай тіркеу керек? Қалай дұрыс тіркеу керек? Қалай оңай тіркеу керек? Соның барлығы ана видео обучениемда барлығы дайын тұр. Егер де сіз работа услуга, яғни сметаны түсінбейтін болсаңыз, мен сізге работа смета бойынша арнайы сабағым бар. Оның бағасы 150 000 теңге тұратын курс бар. Соны сізге бонусқа тегін беретін боламын. Егер сіз работа сметамен айналыспаған, тәжірибеңіз болмаса, мен соны сізге тегін беремін. Бірақ бір ғана шартпен. Қандай шарт десеңіздер? Қазір оны айтам шартты. Открыт конкурстың бағасы қазіргі нарықта 300 000 теңгеден жоғары. Открыт конкурстың курстары нарықта, Алматы, Астанада эксперттерден сұраңыздар, бағасы 300 000 теңгеден жоғары. Хоть онлайн, хоть офлайн, без разницы. Ал енді, егер де сіз дәл бүгін осы курсты алатын болсаңыз, бүгін қазір сабақ көріп отырсыз ба? Бүгін нешесі? Қараңыз, түнде көріп отырсыз ба? Таңертең разница жоқ. Бүгін шешім қабылдап, осы курсты алатын болсаңыз, сізге мега супер скидка жасаймыз. Ол қандай скидка? Ол 300 000-ның орнына 99 990 теңге. Ал керек болса. 100%-дан да почти төмен скидка болып кетті. Еще сіз тек қана бүгін алғандарға ғана осы скидка баға. Ол бір және работа услуганы білмейтін болсаңыз, айтып жібересіз маған работа услуганы. Оны бонусқа да тегін беремін. Ол да тек қана бүгін. Ертең, бір ай, 7 айдан кейін емес. Бірақ, Нұрболат, алғым кеп тұр. Бірақ ақшам жоқ дейтін болсаңыз, бізде Халық банк, Каспий банк, рассрочка 0012 айға бөліп төлеу қарастырылған. Каспий ретте бар, если что. Үстіне ешқандай пайыз қоспаймыз. 0% қосамыз үстіне.
яғни сен 99.000-ды 12 айға бөліп төлейсің, болды. Және 6 ай мен сопровождение жасайтын боламын. Сабақтар видеода дайын тұр, кезек-кезегімен, этаппен дайын тұр. Бәрін көре бересің. Түсінбей жатсың ба, сұрайсың. Мына жерін түсінбей жатсың ба, сұрайсың. Бір тендерге қатысып жатсың ба, сұрайсың. Тендерге қатысып ұтып орындау барысында проблема болып жатыр ма, менен сұрайсың. 6 ай бойы мен саған кері байланыс жасап, совет беріп, көмектесіп отырамын. Қайталап айтамын, сабақ анандай прямой эфирде, зумда или бір офлайн бір жерде болмайды. Сабақтар уже дайын түсіріп қойған. Аласың, көресің, қайталайсың, жасайсың. Түсінбесең менен сұрайсың. 6 ай сенімен связьдамын. 6 айдан ары қарай да партнер болып кететін шығармыз деп ойлаймын. Енді Нұрболат, маған мыналардың ешқайсысы бермейді, мен черный списоктамын, маған отказ шығады дейтін болсаң, как минимум бүгін 5.000 теңге предоплата қалдыратын болсаң, бүгін 5.000 теңге предоплата қалдырсаң, мына скидка баға сақталады. И қалған 85.000 теңгені, 95.000 теңгені бір аптадан кейін, может 2 аптадан кейін, может 2-3 күннен кейін, может айлық түсгеннен кейін, может бір ақша болған кезде төлем жасайсың, сабақта аласың. Ойлап қалған 5.000 теңге предоплатадан сабақта аламын. Жоқ, сабақ толық төлем жасалғанда ғана беріледі. Просто сен вообще қалтаңда көк тиын жоқ, ешқандай банк бермейді саған, онда 5.000 теңге тастап предоплата бұрын қойып қоясың. Жаңа курс скидкамен ұстап қаласың, работа ұстауын білмесең, смета курсын бонус қаласың да. Сосын ақшаң болған кезде толық төлем жасайсың. Минимум 5.000 теңге предоплата. Сабақты алу үшін, предоплата қалдыру үшін, немесе толық төлем жасау үшін, қазір сізге мына сабақ Инстаграмда жіберіліп тұр ғой, дайректте, дұрыс па? Инстаграм чатта екеуміз сөйлестік қой. Соған төменге маған жазыңыз. Ассалаумағалейкум, саламатсыз ба? Ашық конкурс бойынша сабақты алғым келеді. Толық төлем жасайын деп едім, немесе ретро-рассрочкамен жасайын деп едім, немесе предоплата скидкамен қалдырайын деп едім. Және мен работа смета білмеймін, маған бонусқа бересіз ба деп, дәл қазір егер нақты шешім қабылдайтын болсаңыз, төменге маған дайректке жазыңыз, ашық конкурстың сабағында кездесеміз.